Таңғы асқа немесе полдникқа жеуге күшті болатын осындай тортилья мен конвертиктер дайындаймыз. Ішіне өзіңіз қалаған заттарды қоса берсеңіз болады. Мен тауық котлетін, огурцы, помидор, салат жапырағын, греческий йогурт, зелень және де сырды қостым. Лепешкамызды жайып, жаңағы аталған ингредиенттердің барлығын салып шықтым. Майонездің немесе қаймақтың орнына мен осындай грек және түрік йогурттарын пайдаланамын, өйткені олардың майлылығы өте аз болып келеді. Соңынан грек йогурты мен зеленді қосып, тортилья лепешкасын видеода көрсетілгендей етіп конверт қылып бүктейміз. Дайын болған конверттерді грильницаға, егер грильница жоқ болса, онда сковородкаға екі жақ бетін қызартып алсаңыз болады. Мұндай конверттерді мен таңғы асқа және полдникқа жиі дайындаймын, өте тез дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Мен осындай оңай әрі қолжетімді ПП рецептермен бөлісемін.